Қолтықтың терлеуі қандай аурудың белгісі екенін білесіз бе? Қолтықтағы кейбір проблемалар денсаулығыңыз жайлы айта алады. Қолтықта тер бөлетін тер бездері орналасқан. Егер күтім дұрыс жасалмаса, уақытылы тазалық жүргізілмесе, онда қолтық түрлі дертке шалдығады. Өздеріңіз білетіндей, қолтықта түк өседі, терлейді. Егер дұрыс күтім жасалмаса, жағымсыз иіс шығады, әрі басқа да жайсыздықтар орын алады. Десе де қолтықтағы кейбір проблемалар денсаулығыңыз жайлы айта алады. Мәселен, қолтықтың терлеуі, мұны медицина тілінде гипергидроз деп айтады. Қолтықтың терлеуі мезгілге де, уақытқа да, тіпті жасқа да қарамайды. Кейде аптап ыстықта жұмыс істегендерде байқалмайтын тер, қара көлеңкеде отырғандарда көрініс береді. Бұл адамды ыңғайсыз жағдайға келеді. Оны жасыру үшін денесіне қонымсыз киім киеді, немесе терді көрсетпейтін қою түсті киімді таңдайды. Қолтықтың терлеуі жұқпалы болады. Сондықтан да біреудің киімін киюден мейлінше сақ болыңыз. Қанша дезодорант қолдансаңыз да тершеңдігі басылмай, соңы жағымсыз иіске ұласып жатса, онда сізге шындап ойлану керек. Демек, қолтықтың терлеуі қандай да бір аурудың белгісі екені анық. Медицина мамандары инфекциялық ауру екені алға тартады. Олардың мәліметіне қарағанда, қолтықтың терлеуіне артық салмақ, дұрыс тамақтанбау, стресс, эндокриндік аурулар, қалқанша без, қант диабеті, жүрек қан тамыр аурулары, гипогликемия, қандағы қанттың төмендеуі, қатерлі және қатерсіз ісік, дәріге тәуелділік себеп болады екен. Ендеше қолтықтың терлеуін емдеуден алдын нақты себебін анықтап алыңыз. Қажетті тексерілуден өтіп, қажетті ем шараларын жүргізіңіз. Сонда өміріңізге қауіп тудыруы мүмкін дерттің алдын аласыз. Жағымсыз иіс дезодорант қолданатын адамның бәрінде кездесетін жағымсыз жайт. Бұл көбінесе қолтықтың терлеуінен кейін туындайды. Тер кезінде бактерия пайда болып, ащы әрі жағымсыз иіс тудырады. Қолтықтағы жағымсыз иістің емі душ қабылдау, дезодорант жағу, антиперспирант қолдану деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Керісінше бұлар жағымсыз иістің күшеюіне әкеледі. Қолтықтағы жағымсыз иіс қалқанша без ауруына немесе гормоналды өзгерістен пайда болады. Егер жағымсыз иіс көгерген жемістің немесе тырнаққа жағатын лактың иісіне ұқсаса, онда диабет ауруының басталғанынан хабар береді. Қолтықтың қышуы. Мұндай жағдайда қолтықты түгінен тазартқаннан соң болады. Алайда бұл келеңсіздік ұзаққа созылса, сізге алаңдауға тура келеді. Өйткені бұл түтікті тазартатын кезде қолданған кремнің, ұстара жүзінің, химиялық заттың немесе дезодоранттың әсерінен емес. Қолтықтың қышуы, қызаруы терінің зең ауруына шалдығуынан белгі береді. Қолтықтың ауруы көбінесе физикалық салмақ түсетін, ауыр жұмыс істегенде, ауыр зат көтергенде орын алады. Біраз күн демалсаңыз, уақыт өте ауруы басылады. Ал егер ауырғаны басылмай жаныңызға батса, онда дәрігердің кеңесін алғаныңыз жөн. Өйткені қолтықтың ауруы лимфалық түйіндердің ісікке шалдыққаннан немесе ауыр жарақат алғаннан дерек береді. Қолтықтың бөртуі. Қолтық терісі ашытқыш инфекцияға шалдыққанда қолтық қызара бөртіп шығады. Ол ашиды, қышиды. Жаныңызға батып ауыртады. Оған өз бетіңізше ем жасаудан сақ болыңыз. Дәрігерге барып, арнайы ем қабылдау керек. Қолтықтың суықтауы ел естімеген жаңалық болуы мүмкін. Алайда қолтықта қабынып ауырады. Ол қызарып, қышып, бөртіп және басқаша көрініс беруі мүмкін. Қолтықтың қабынуына түкті тазартатын құралды дұрыс қолданбау себеп болады. Мысалы, пинцет. Бұл құралмен түкті тазалаудан алдын спиртпен сүртіп алуыңыз керек. Сондай-ақ кез келген жерде тұрған ұстараны да қолданудан абай болыңыз. Ол да өз кезегінде түрлі дерттің дендеуіне себепші болады. Ал енді мен сіздерге үй жағдайында қалай қолтықтың иісін кетірудің әдісін айтатын боламын. Қолтықты сабынмен жуғаннан кейін құрғатып, осы майлардың бірін жұқалап жағып қойсаңыз, әп-сәтте иісі жоғалып кетеді. Дәл қазіргі кезде мезгілде көптеген адамдардың басты мәселесі қолтықтың терлеуі және жағымсыз иіс. Осы ыңғайсыздықтардан құтылу үшін қандай шара көрсе де құтыла алмай келе жатқан жандарға көмектесетін әдістер бар. Үй жағдайында қолтық иісін азайтуға және жоюға көмектесетін бірнеше қарапайым әрі тиімді әдістерді қолданып көріңіз. Біріншісі, қалыпты гигиена.
Күн сайын күніне 2 рет қолтықты сабынмен жуыңыз. Антибактериялық сабын немесе табиғи зәйтүн майы қосылған сабын жақсы көмекке келеді. Жуғаннан кейін теріні құрғатуды ұмытпаңыз. Өйткені ылғалды орта бактериялардың көбеюіне қолайлы, ал бактериялар жағымсыз иісті тудыруға ықпал етеді. Екіншісі табиғи дезодоранттар. Сода. Құрғақ теріге аздап себіңіз. Бактерияларды бейтараптандырып, теріні құрғатады. Лимон шырыны. Жарты лимонды кесіп, тікелей қолтыққа 5-10 минутқа жағыңыз. Кейін жылы сумен жуып тазартыңыз. Қышқыл орта бактериялардың өсуін тежейді. Алма сірке суы. 1-1 қатынасында сумен араластырып, осы қоспаға мақтаны батырып, баппен қолтыққа сүртіңіз. Бірнеше минуттан соң сумен шайыңыз. Тас көмір ұнтағы. Каменноугольный порошок. Сабыннан кейін құрғақ теріге жағып қойса, зиянды бактерияларды сіңіріп, иісті азайтады. Үшіншісі талшықты киім таңдау. Табиғи мақтадан жасалған мақта, жібек, шілтерлі мата және басқа да дем алатын маталардан тігілген киімдер киген дұрыс. Синтетика талшықтары теріге ауа өткізбейді және ылғалдың булануын тежейді. Төртіншісі диетаға өзгеріс енгізу. Ащы, майлы тағамдар мен шектен тыс көп сарымсақ пен пияз тұтынуды азайтыңыз. Бұл өнімдер тер арқылы ерекше ащы иіс шығаруы мүмкін. Көк шөптер, ақ желкен, аскөк, көк пияз тағы басқа жеміс жидекті жиі тұтыныңыз және көбірек су ішіңіз. Бұл ағзадан токсиндерді шығаруға көмектеседі. Бесіншісі салқындау және желдету. Ыстық ауа райында мейлінше қолтық пен табаныңызды ашық ұстаңыз. Қозғалыс кезінде мүмкіндігінше жеңіл киім киіңіз. Үйде болған кезіңізде қолтық аумағын құрғақ ұстайтын желдеткіш қойсаңыз болады. Қосымша кеңестер. Күнбағыс майы, кокос майы. Табиғи антибактериалдық қасиеті бар. Қолтықты сабынмен жуғаннан кейін құрғатып, осы майлардың бірін жұқалап жағып қойсаңыз болады. Қара шай компрессы. 2 пакет қара шайды 200 мг қайнаған суға 5 минут тұндырып, суыған соң мақтамен сүртіп 10 минутқа қалдырыңыз. Қышқылы бактерияларды тежейді. Осы әдістерді жүйелі қолдансаңыз, қолтықтағы зиянды бактерия азайып, жағымсыз иіс жойылады. Егер бірнеше аптадан соң нәтиже байқалмаса, дәрігерден немесе дерматологтан кеңес алуды ұмытпаңыз. Достар, өзіңізде немесе жақыныңызда болып жатқан жайсыздыққа бейжай қарамай, келеңсіздіктің алдын алуға тырысыңыз. Қолтық терлегенде қара түсті киім киіп, жағымсыз иіс шыққанда дезодорант шашып, жайсыздықты жасырып керегі жоқ. Мейлінше емін іздеп, жазылудың жолын қарастырыңыз. Аурудан айығудың ең төте жолы дер кезінде ем алу екенін ескеріңіз.